Bir adam қартайған кезінде бір апта ораза тұта алмай өтіп кетті. Сол сен әкеңнің шешеңнің фидиясын бердің. Сол сияқты бір адам 10 күн намаз оқи алмай қалды. Кеше коронавирустерде оқи алмай қалды жаңағы. Соны енді ғалымдар айтады, бір күнде фидия дейді, 5 уақыт намаздан бір күндік фидия деп айтады. Белгілі жоқ дейді. Әрбір намазға не? Бір фидияны бер дейді. Олай болады. Болады. Бұл шариатта жоқ нәрсе, сол бар нәрсе. Әзір кезде мынау жаңағы біреу кейде мен фидияны беремін деп, фидияны мынаған бер десең жаны шығып кетіп жатыр жаңағы. Өйткені 1,5-2 мың теңге кетеді ғой. Жоқ, фидияның орнына дейді біз пітір садақасымен жатсақ дейді жаңағы. Пітір садақасы 200 теңге мысалы, 250 теңге. Ананың әкесі не қылды? 50 жыл намаз оқымады. 50 жылда қанша күн бар? Қанша күн бар? 50-ді көбейт. 360 көбейт 50-ді. 18 не болды? 18.250. Оны және неге көбейт? 5-ке көбейт оны. Әр күнде.